Тас атқыш бұзақы бала. Баяғыда бір ауылда бұзақы бала өмір сүріпті. Сол бала көшеден ары-бері өткендерге тас лақтырып мазаларын алады екен. Бірде оған бір үлкен кісі келіп, сен бір ай бойы адамдарға лақтыратын тастарыңды мына қапқа салып отыр. Ай біткен соң мен саған жақсы сыйлық жасайын деп қолына қап ұстатып уәде етеді. Сонымен бұзақы бала ылғи да тас лақтыра бере әлгі кісінің беретін сыйлығын есіне түсіп, тастарын қапқа жинай беріпті. Ай біткен соң уәдесінде тұрған бұзақы бала үлкен кісіден сыйлығын алыпты. Бірақ содан кейін адамдарға тас лақтырайын десе қолы бармайтын болыпты. Сол секілді адам ай бойы жаман істерді тыйылып, жақсы амалдар жасап жүрсе, сол істері оған әдет боп жұғып қалады екен. Рамазан айы адамдардың өздерін тәрбиелеуге берілген жаратушы иеміздің ұлы мүмкіндігі екен.